Бауыржан Момышұлының нақыл сөздері. Бауыржан Момышұлы қазақ халқының атақты батыры, әскери қолбасшысы әрі жазушысы. Ол Ұлы Отан соғысы кезінде ерекше ерлігімен танылды. Мәскеуді қорғауда көрсеткен қаһармандығы үшін Кеңес одағының батыр атағына ұсынылғанымен, бұл марапат өкінішке қарай оған тек 1990 жылы қайтыс болғаннан кейін берілді. Момышұлы соғыстан кейін әскери қызметін жалғастырып, соғыс тактикасы туралы еңбектер жазды. Сонымен қатар ол қазақ әдебиетіне де елеулі үлес қосып, Москва үшін шайқас сияқты шығармаларымен танымал болды. Ол әскери тәртіп, патриотизм, адамгершілік және қазақ халқының рухани құндылықтары туралы көп айтқан. Бұл сөздер тек әскери өмірде ғана емес, қарапайым күнделікті тіршілікке де қатысты. Себебі олар отанға деген сүйіспеншілік, батырлық және адамгершілік, еңбекқорлық пен рухани тазалықты дәріптейді. Момышұлының даналығы қазіргі ұрпаққа үлгі өнеге. Оның нақыл сөздері терең мағыналы, өмірлік тәжірибеге негізделген қазақ халқының рухани байлығы. Бауыржан атамыздың нақыл сөздеріне тоқтала кетейік. Батырлық табиғат сыйы емес. Бұл патриоттық борышыңды орындау үшін өзіңді өзің қауіпке қарсы саналы түрде зорлап көндірудің нәтижесі. Мұндайда адам өз достарымен тек игілікті ғана емес, сонымен бірге қатерді де бөлісе отырып, жауды жою арқылы өзін және отандастарын қауіпсіздендіруге тырысады. Өзінің азаматтық ары мен намысын ездіктен, масқаралықтан қорғайды. Өз бойындағы осындай асыл қасиеттерін ашып көрсете түседі. Ерлік табиғат сыйы емес. Саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды. Ел үшін төккен тер ешқашан зая кетпейді. Ердің туы намыс, қаруы қайрат, сипаты адалдық. Елін сүйген ер болар. Ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Отан үшін отқа түс, күймейсін. Қорқақ қолбасшы жауынгерді де қорқақ етеді. Соғыста адам өлгенше емес, күресе алмай қалғанша жеңілмейді. Жақсы солдат командирге ұстаз, ал жаман ақмақ генерал командир түгілі солдатқа да ұстаз бола алмайды. Намысы жоқтың жігері жоқ, жігері жоқтың тірлігі жоқ. Жолдасынан айырылған жаяу батыр болмайды. Өзінің тілін, әдебиетін, мәдениетін білмеген адам тамыры жоқ ағаш секілді. Халықтың тілін білмеген, халықтың ойын да білмейді. Өмір сүрудің екі заңы бар, бірі шындық, бірі еңбек. Адамды екі нәрсе қартайтпайды, бірі жақсы мінез, екіншісі жақсы іс. Шыншылдық адамдықтың белгісі, өтірік ездіктің белгісі. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқындықтың белгісі. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет еткін. Адамды бұзатын не? Тағы да сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп әйелдерді біз, еркектер бұзамыз. Сен ата-анаңның үмітісің. Сен қайталанбас тұлғасың. Өз өміріңнің белсенді жасаушысысың. Сондықтан өзіңе ғана сен. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Кейбір ұл қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата-ана кінәлі. Күншіл қоғамда жексұрын да зиянды адам. Өйткені ол адамгершілікке, жат қылыққа, тіпті қылмысқа да бейім. Құрметті менің көрермендерім,
Сіздер Кеңес одағының батыры, жазушы әрі әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерін тыңдадыңыздар. Батыр ағамыздың жаны жәннатта болсын. Хабар арнасы лайк басып арнамызға тіркеліңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге шабыт береді. Келесі кездескенше.